оқушылар, біз бүгін көзімізді ашып, көкірегімізді оятқан, білім нәрімен сусындатқан, білімнің іргетасын қаланған бастауыш сыныбымызбен, сондай-ақ біздің ісімізге көніп, суығымызға төзген, оңымыз бен солымызды танытқан, жақсыдан үйренуге, жаманнан жүренуге баулыған алғашқы ұстазымызбен қоштасқалы отырмыз. Көз салып қараңызшы өскен біздің бойымызға, ордақ боп бүгін өскен ойымызға. Қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, бастауышпен қоштасу тойымызға. ұстаздық еткен жалықпас, үйретуде балаға деп Абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызға қалам ұстатқан, бізбен бірге қуанып, бізге білім нәрін сусындатқан мектептегі анамыз екені бәріміз, ұстаз екені бәрімізге мәлім. Достар, ән жырларында айтпас бұрын ұстаз туралы не айтатын едіңдер? Бексұлтан, біз мектепте білім алып отырып, мектеп, ұстаз, әке, ана, дос, отан жайлы ұғымдарды санамызға сіңіріп өстік. Егер әр оқушының жүрегінде ізгілік сәулесі болса, ол мұғалімнің да еңбегі. Дұрыс айтасың, Амаля, сол нұрды жеткіншектің жүрегіне сіңіру үшін қаншама тер төкті десейші. Дүниеде адамды тәрбиелеп азамат атандырғаннан артық абырой мен құрмет жоқ шығар сірә. Балғындарға баянды, сырын төккен ұстазым, шәкіртіне аяулы, нұрын төккен ұстазым. Есеймектен кетемді шәкірттім ұстаз алдында. Білім ойдың сұлуын асу еткен ұстазым. Жүрегінің жылуын шашу еткен ұстазым. Ал бізді осы күнге жеткізген кімнің арқасы? Әкедей тірек табылмас, әкесіз жүрек қағылмас, асқар тауың тұрмаса, жаныңның шамы жағылмас. Асқар таудай әкелеріміздің арқасы. Түн ұйқысын біліп, бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен ардақты аналарымыздың арқасы. Олай болса, алтын ұя мектебімізге арнап